Бұлбұл мен тоқылдақ. Баяғыда құс атаулы сайрай білмейді екен. Бірде олар алыс шаһарда құстарға ән салуды үйрететін өнерлі қария тұрады дегенді естиді. Құс патшасы мәртебелі қыран тоқылдақ пен бұлбұлды ән үйреніп келіңдер деп сол қалаға аттандырады. Ең айтулы әнші атануға асыққан тоқылдақ қарияға бірінші болып жетеді. Сол бойда есікті де қақпастан кіріп келеді. Амандасу жайына қалып, өктем үнмен бұйыра сөйлейді. Ей шал, маған ән салуды үйрет, тез, тосып тұруға уақытым жоқ. Нағыз әнші әдепті болу керек қой. Қария сондықтан оны әуелі әдептілікке баулуды жөн көреді. Сөйтіп, тоқылдақты сыртқа шығарып есік қағуды үйретеді. Түсінікті, ән деген қиын емес екен ғой. Үйреніп алдым деп тоқылдақ кері қарай ұша жөнеледі. Тезірек барып, мынадай өнермен ормандағы аң құстарды таңғалдырмақ болады. Бұлбұл титімдей қанаттарын баяу қағып, қартқа кешірек жетеді. Есікті жайлап қағып сәлемдесіп, ән салуды үйренгісі келетінін айтады. Қарияға кішкентай құс қатты ұнайды. Оған бар ықыласын салып, тамылжытып ән салуды үйретеді. Содан бастап, бұлбұл ең керемет әнші құс атаныпты. Ал тоқылдақ менен басқа әнші жоқ деп ойлайды екен. Онымен қоймай басқа құстарға: «Ей, тыңдаңдар, міне бұлай салу керек әнді, түк қиындығы жоқ. Нағыз ән осы, сенбесеңдер қарт ұстаздан сұраңдар» деп мақтанатын көрінеді. Содан бері тоқылдақ тоқылдатумен, бұлбұл ән салумен келе жатыр.